Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгінгі кешкі асқа мен осындай бризольдар дайындадым. Тез, оңай, өте жеңіл жасалады. Сіздерге жасауға да кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бар жоғы бізге осындай керекті заттар фарш пен жұмыртқадан ғана жасалады. Ортасын осындай салмамен жасап көріңіздер. Өте оңай, өте керемет. Кез келген гарнирмен берсеңіздер де болады. Толық рецептісін менің YouTube каналымнан өтіп көре аласыздар. Жазылып, подписка жасап, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Шортстан кейін өтіп, YouTube каналымнан толық рецептісін көріңіздер. Ас болсын!